бейімдігіне антропогендік факторлардың әсері, секция флора экологиясы. Ғылыми жетекшісі Қайралы Әділхан, оқушы Бахаева Эльмира. Тобылғы өсімдігі жалпы саябақтарда және тоғайларда, үйреншікті жерлерде кездестіруімізге болады. Тобылғы гүлдері көп жылдық өсімдік. Оның құрамында пайдалы заттар, медициналық заттар және косметологиядағы бағалы компоненттердің бірі болып табылады. Тобылғы сығындылары кейінгі кезде теріні жасартуға өте керемет бағалы компонент болып табылады. Тобылғы гүлдері қауырсын тәрізді және оның гүл шоғырлары сыпыртқы тәрізді болып келеді. Бірақ ол раушан гүлдер тұқымдасына жатады. Өсе келе оның ұзындығы өте үлкен болады, яғни биіктігі 2 метрге дейін жетеді. Гүлдер әрдайым ақ бола бермейді, оның түсі сары немесе қызғылт сары болып келеді. Әдетте тобылғы тоғайларда өседі. Көбіне күні көп және ашық, ылғалды, бірақ ылғалы көп жерлерде өсе алмайды. Тобылғының өзінің емдік қасиеттерімен белгілі және осы халық медицинасында және косметологияда үлкен орын алатын өсімдіктердің бірі. Жалпы ол өсімдік арқылы жақпалар және дәрілік тұнбаларды жасауға көмектеседі. Жалпы осы шөптің құрамында флавоноидтер, герман қартаюдан қорғау және тағы да басқа үлкен дәрумендер және компоненттер бар. Жалпы оған қоса оның ең күшті компоненттерін айта кетсем, зақымдалудағы жазатын иілік заттар, қанның тұтқырлығын азайтатын, қан айналымын жақсартатын компоненттер және жүрек қысымын жақсартатын гликозидтер және табиғи антиоксиданттар. Жалпы ерте кезден бастап қазақ халқында тобылғы өте қасиетті өсімдіктердің бірі. Тобылғы шөпке жетеді, шөп көпке жетеді демекші. Осы мақал арқылы тобылғы шөпінің қасиетті екенін көре аламыз. Қараған кен тобылғы ем деген мақал мәтел және қағида арқылы тобылғы өсімдігінің емдік қасиеті бар екенін анықтай жаңғырта аламыз. Тобылғы теріге күтім жасауға өте керемет өсімдіктердің бірі. Жалпы осы арқылы дәрілік тұнбалар және күтімге жақсы дәрілік заттар жасауға болады. Жалпы осы тобылғыда тобылғы косметологияда үлкен орын алғанымен, оның құрамында әртүрлі дәрумендер бар. Мысалы, С дәрумені, А дәрумені және де жаңа айтып кеткендей табиғи флавоноидтер бар. Жалпы Дубра ботаникалық қоршас туралы айта кететін болсақ, ол 1985 жылы 10 жыл аралығында құрылған болатын. Жалпы Жайық өзенінің сол жақ маңайында, Қабыл төбе ауылының маңайында құрылған болатын. Осы қорықшада тобылғы және тағы да басқа қызыл кітапқа енген 30 түрлі өсімдіктерді кездестіруімізге болады. Жалпы қорытындыға келетін болсақ, біз жасыл достарымызды қоршаған ортаны барынша қорғауға тиіспіз және осындай өсімдіктердің жоғалуын қамтамасыз ету біздің қолымызда. Жерлерді шеттен тыс көп тапау және тағы да басқа мал жайылымдарын азайту арқылы біз жасыл достарымызды қорғай аламыз. Жалпы осы арқылы біз жасыл достарымызды қорғап, олардың жоғалып кетпеуін сақтауымыз керек. Егер жасыл достарымыз жоғалып кететін болса, біз оны табиғи жолмен де, жасанды жолмен де қорғай алмаймыз. Назарларыңызға рахмет.